Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге сүйкімді суырлар туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Суырларды нағыз дизайнер десек болады. Олардың әні қазіргі пәтерлерден бірде-бір кем емес. Бірнеше бөлмеден тұратын әнінде дәретханада қарастырылған. Бөлмелері жасыл шөппен төсеңділіп қойылған. Сондықтан да суырлардың отбасы қыстан қиналмай шығады. Інінің 2 есігі болады. Ол жауыннан қорғануға өте қажет екен. Суырлардың алдыңғы аяқтары қолға ұқсайды. Саусақтарының ептілігі сонша, азығын ұстап тұрып кеміріп жейді. Суырлар өте сақ әрі ұйымшыл жандар. Жайылып жүргенде біреуі міндетті түрде қарауылда тұрады. Қауіпті сезсе бірден дабыл белгісін береді. Суырдың денесі семіз, аяқтары қысқа болғандықтан інінің маңынан алысқа ұзап кетпейді. Бұлардың көру, есту қабілеті өте жақсы дамыған. Тіпті бет әлпетті де еске сақтап қалады. Суырлар кеміргіштер болғандықтан тістері өте өткір. Ауыл суыр інінің маңындағы өсімдікке тістеп белгі сап қояды. Белгіленген өсімдіктері түгел болмаса, айқайлап ысқырады екен. Бұл олардың еске сақтау қабілетін мықты екенін білдіреді. Мінекей достар, біз сүйкімді суырлар туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.